Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біз бүгін сіздерге жануарлардың бірін-біріне қалай шабуыл жасайтынын және қиын уақытта қалай өмір сүретінін айтатын боламыз. Ал сіздер жақсы жайғасып, осы видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіз. Ал біз бастайық. Көбіне құстар балықтарды аулап, өзінің азығы етіп алады. Ал мына видеода барлығы керісінше болды. Бұл балықтың аты караңсый. Олар көбіне құстарды жалғыз, өте жылдам аулап алады. Ал кейде тіпті ұшып үйренбеген құстарды еш қиындықсыз өзінің азығына айналдырады. Ал мына видеода үлкен бұғы өзінен қаншама есе кішкентай құстан қашып жүр. Бұл үлкен скуала атты құс өзінің азығын таңдамай аулайды. Оған бәрібір жыртқыш болсын, өте қауіпті аң болсын, бүткіл жануардың артынан қуып өзінің азық ете алады. Ал енді Африка жақтағы мына құстарға қараңыз. Бұл құстардың аты ұзын құйрықты барқыт тоқушылар. Бұл құстардың істеп жатқан қимылы олар үшін ойын секілді. Өйткені қай құс көп осылай секірсе, осындай құстың ұрғашысы соның орнына келіп қонады. Иә, бұл біртүрлі шығар, бірақ олар бұл қимылды күнде жасайды екен. Бұл улы жылан барлығын жей алады. Суырсындарды, кеміргіштерді, тиындарды барлығын жейді. Ажоқ жемейді, жұтады. Тек мына шіркейден басқа. Егер жылан шіркейге шабуыл жасаған жағдайда, бұл шіркей өзінің жылдамдығымен жыланды өлтіре алады. Өйткені шіркейдің жүрегі минутына 300 рет ұрады. Сонымен қатар шіркейдің де сілекейі улы болады. Ақ аюлардың азықтары көбіне қыста болады. Ал жазда олар не істейді? Кейбір ақ аюлар қарны ашқаннан өліп қалады. Ал кейбірі судың бетінде тұрған таста тұрып өзінің азығын күтеді. Ақ аюлар көбіне судың астындағы киттерді аулайды. Киттер ақ аюға жақындап қалғанда, ақ аю іске кіріседі. Гризли аюы. Бұл аюлар көбіне солтүстік бұғыларға шабуыл жасайды. Ал енді екеуі де ірі жануардың бірі. Кім ұтады деп ойлайсыз? Әрине гризли аюы. Аю бұғының мойнынан үшкір тістерімен тістеп, аюды өлтіре алады. Және бір қызығы гризли аюына бұл бұғы аздық етеді. Өйткені оған күніне 20 000 калория қажет. Қоңыздар. Олар құйрықтарын жарқыратып, түнде өздерінің азықтарын іздеуге шығады. Алайда кейде азық іздеймін деп, өздері азыққа айналып жатады. Олар көбіне өрмекшінің торына жабысып қалады. Ал оны өрмекшінің өзі ұшып кетпес үшін жақсылап байлап қояды. Сөйтіп жабысқан қоңыз артын жарқыратып көмек сұрайды. Ал оған көмектескеннің бәрі өрмекшінің торына жабыса береді.
Ал мына өрмекші шөл жақта өмір сүреді. Ол шөлдің ең биік нүктесіне келіп, тұманды күтеді. Ал тұман шыққаннан кейін, оның үстіне тұманнан қалған су қалады. Ал ол суды өрмекші ішіп тойып алады. Ал ол өрмекші ол суды бекер ішкен жоқ, хамелеондарға азық болу үшін ішкен болатын. Құрбақалар көбіне кішкентай богомолдарды өзінің азығына айналдырғысы келеді. Бірақ құрбақаның артынан сол богомолдың қорғаушысы келіп, қайта құрбақаны өзінің азығына айналдырады. Құрбақалар көзіне көрінгеннің бәрін жейді, тіпті өзінің жақындарын да жей алады. Сенбесеңіз, мына видеоны қараңыз. Құрбақа құрбақаны жегенін көрдіңіз. Ал енді жылан жыланды жегенін ше? Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.